Сәлем достар, сіздермен бірге Мариям. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте пайдалы және дәмді болып шығатын холодец жасаймыз. Холодецті мен сиырдың аяғынан сирақтан жасадым. Бірінші сирақты жақсылап тазалап, керек емес шеттерін алып тастап, жуып аламыз. Сирақтарды қазанға салып, суға бататындап су қоямыз және оны жақсылап қайнатамыз. Қайнаған соң оның көбігі шығады. Көбігін жақсылап әдемілеп алып, сол суды төгіп тастаймыз және қайтадан таза су қоямыз. Достар, бұл холодец гемоглобинді көтеруге және ет буын ауруларына, зрениеге, иммунитетті күшейтуге өте күшті әсерін береді. Ерінбей осы холодец жасап көріңіздер. Бұлай істеудің себебі, бірінші суда сирақтан шыққан майда сүйектер және қиқымдар болуы мүмкін. Сол себепті таза суға ауыстырдық. Сирақтың қасына тауық, қазы, ет салсаңыз болады. Мен жеңіл болсын деп тауық салдым. Осылай жақсылап қайнатып, үстіне тұз себеміз және астын басып қоямыз. Оның осылай майы шығады. Қайнау уақыты әртүрлі, ол сираққа байланысты. Тауық уже пісті. Тауықты сүзіп алдым және морковь пен жуаны салдым. Сирақтың піскенін сүйегінен ажырағаннан білуге болады. Түсі де әдемі, еті де былқылдап әдемі болып пісіп шығады. Морковьтар уже пісті. Менде сирақтың пісуіне 5 сағат уақыт кетті. Барлығын піскен соң сүзіп аламын. Бұл холодец АБЦ және коллагеннің нағыз көзі болып табылады. Оның ағзаға пайдалы өте көп қасиеттері бар. Міне майда сүйек еттерін сүзіп аламыз және чеснокты майдалап турап, сирақтың сорпасына салып жібереміз. Қалауларыңызша бұрыш және дәмдеуіштер салсаңыз болады. Тұзы кем болса, тұзды салыңыз. Мен қара бұрыш септім және тауықты майдалап турап, дайындап қоямыз. Холодец қатты майлы болмау үшін сорпаның бетіндегі майын алып тастаймыз. Холодец қатқаннан кейін майлы болмайды. Сорпа қайнап жатқан уақытта сирақты, морковьті және тауықты майдалап турап, дайындап қоямыз. Мен морковьті осылай гүл секілді турадым және кесенің түбіне морковьті, укропты және тауық етін қойып шықтым. Қалауларыңызша жұмыртқаны қайнатып, әдемілеп турап салсаңыз болады. Тауықтың үстіне сирақтың туралған етін салдым және оның сорпасын сүзгіден өткізіп, барлығына құйып шықтым. Тауықтың үстіне сирақтың туралған етін салдым және оның сорпасын сүзгіден өткізіп құйдым және барлығының үстіне туралған укропты сеуіп шықтым. Осы холодец 12 кесе және үлкен бір тарелка болып шықты. Холодецтің суығанын күтеміз және бетін пленкамен жауып, холодильникке салып қоямыз және қатқанын күтеміз. Холодец қатқаннан кейін кеседен пышақпен аламыз және тарелкеге төңкеріп қоямыз. Міне холодец дайын болды. Осындай әдемі болып, морковьтардың барлығы өнерлері шығып тұр және бұл өте дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Мариям. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.